Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шаурма рецептімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Шаурмамыздың қамырына кетчуп пен майонезді араластырып жағып аламыз. Содан соң майда етіп қуырылған фриларымызды саламыз. Осындай етіп саламыз. Қиярымыз үстіне саламыз. Үкіштен өткізілген. Қиярымыз сап болған соң қызанақтарымызды саламыз. Мен қызанақты 4 бөліш етіп, осындай кішкене қылып турадым. Осылай салып шығасыздар. Содан соң донордың етін саламыз. Мен шашликтің еттерін осындай етіп сопақ жағып турап, осылай салып шықтым. Фаршты қуырып, арасын еттің орнына салсаңыз болады. Ол да өте дәмді болып шығады. Содан соң сырымызды осындай етіп турап салып шығамыз. Пиццаға арналған сырды қоссаңыз да болады. Сырды үкіштен өткізіп қоссаңыз да өте дәмді шығады. Барлығын салып болған соң бас жағын бөгеміз. Содан соң екі шетін бөгеміз. Осылай етіп бөгеміз. Шығамыз. Домалақ етіп ораймыз. Содан соң басылған соң осындай көлемде болады. Табамызды қыздырып, кішкене май жағып, екі бетін осындай етіп қыздырып аламыз. Донорымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.